Мен санауыңыз керек. Бізде бір ауру бар, білесіздер ма? Бәрімізде бар ол ауру. Бұл модель ауруы деп атайықшы, әдем атпенен. Неге екенін айтайын ба? Сізбенен біз бар ғой, өзімізді мера деп санаймыз ғой, өлшем бірлігі деп санаймыз ғой. Мысалы айтайық, сіз машина жүргізіп келе жатсыз, сізден біреу озып кетсе, не дейсіз? Мынау өлет бір күн дейсіз ақыры. Сонша басама қызыл өкпе болды дейсіз. Біреу сізден жай жүріп келе жатса, таспақа машинен жаңа үйренгенсің ба, немене бе, дұрыстап жүрмейсің ба дейсіз. Тура барлығы сіз сияқты жүру керек қой машинені. Сіз деген енді өлшем бірлігісіз ғой. Құдай-ау, сізге қарап бәрі өлшену керек қой. Сіз тоқтасаңыз жұрт бәрі тоқтау керек. Сіз жүрген скороспен жүру керек. Солай есептейді ғой, байқайсыз ба адамдар? Намаз оқып тұрғанда, егер бір адам намазын ұзағынан бір әдем оқыса, ой, мына тақуасы мақты қарасай дейсіз. Немене мынау? Біреу жеңілтек оқып жатса, мына бейшара новичок екен ғой, әлі оқи алмайды намазын дейсіз. Сіз сияқты болу керек қой намазды, шіркін-ай. Не деген мера, өлшем бірлігісіз. Рас па, осы ауру бар ғой бәрімізде. Өзіміз өлшейміз да, жұрттың бәріне өзімізге қарап өлшейміз. Анау озып кеткен болмайды, қалып кеткен болмайды. Тура сіз, біз сияқты болу керек та. Мен өлшем бірлігімін. Яғни анау неде тұрған, музейде тұрған өлшем бірліктерінің біреуі сізсіз ғой, жер бетінде қалай жүргеніңізді Аллаху алам. Қалай сізді адамдар талап кетпей жүр. Сондай өлшем бірлік жүр мысалы. Ойлансаңыз, бұл ауру бауырлар. Ойлаңыз, сізден артық қанша адам бар. Мүмкін осында отырған бір адамның дұғасының себебінен барлығымыздың намазымыз қабыл болып жатыр. Мүмкін сол бір адам әшейін арамызда тұрып кетіп қалды. Білесіз ба? Алланың әулиелері туралы пайғамбарымыз айтқанда айтады. Алланың сүйген құлдары бар дейді. Ол кісілердің келгенін де, кеткенін де ешкім білмейді дейді. Сондай құлдар бар екен да, әулиелер бар. Ол кетсе, оны ешкім сезбейді да, білмейді де да. Бишара біреу да ол. Киімі де жұпыны, намазы да қарапайым, жұрт оны есептемейді, іздемейді оны. Ал бірақ сол жердегі бүкіл намаздың қабыл болуы мүмкін сол кісінің келіп кеткенінен шығар. Мүмкін содан шығар.